Ядролық және радиациялық қауіпсіздік, еңбек және қоршаған ортаны қорғау. Бүгін Сыр өңірінде осы мәселелерге арналған семинар кеңес басталды. Бұл Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясы ұйымдастыратын жыл сайынғы дәстүрлі басқосу. Әлемде бейбіт уран өндіруден көш басына шыққан кәсіпорын өндіріс ошақтарындағы жазатайым оқиғалар мен жарақаттанудың алдын алу бойынша да көпке үлгі боларлық бастамаларды қолға алып отыр. Бүгінде ұлттық атом компаниясында 26 мыңнан астам адам еңбек етеді. Олар геологиялық барлау жүргізуден бастап уран мен ядролық отын циклі өнімдерін өндіруде әлемде көш басына шықты. Дегенмен кәсіпорын бірінші кезекте адамның амандығы мен қоршаған ортаның тазалығына басымдық беріп отыр. Соңғы 5 жылда өндірістік жарақат алу 2 есеге кеміді. Ал өткен жылы жұмысшылардың қазасы мүлдем тіркелген жоқ. Әрине, бұл біздің компаниядағы жүйелі жұмыстың жемісі. Кешенді шаралардың нақты нәтижелерінде тізіп айтуға болады. Мәселен, соңғы жылы кәсіпорын ластаушы қалдықтарды 11%-ға дейін кемітті. Есесіне өндіріс ошақтарына экологиялық бақылауды күшейткен. Ал мемлекеттік органдар тарапынан салынатын айыппұлдық және экономикалық санкциялар 18,6%-ға төмендеген. Ядролық және радиациялық қауіпсіздік, еңбек және қоршаған ортаны қорғауды Қазатомөнеркәсіп жаһандық жетекші кәсіпорындардың қатарына қосылатын болады. Былтыр бұл мақсатқа 7 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсады. Ал әлеуметтік қайырымдылық шараларына 1 миллиард теңге бөлді. Семинар барысында кәсіпорынның еншілес ұйымдар арасында өтетін дәстүрлі байқау қорытындыланды. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз еткен үздік үштік арнайы сыйақымен марапатталды. Айта кетейік, Қазатомөнеркәсіптің барлық ұйымдары экологиялық менеджменттің халықаралық стандарттарына сай келетін жүйеге енгізілген. Жұрағат Баман, Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы.